Бәріне сәлем, тігін блогына қош келдіңіз. Бүгінгі видеода біз ескі фасоннан өзімізге жаңа кофтаның түрін шығаратын боламыз. Және бұл видеода сіз мойын және жеңді касайбек әдісімен өңдеуді үйренетін боласыз. Ендеше бастайық. Ең бірінші мен жеңді қиып алдым. Бізге осы жердегі мата қажет болады. Толықтай осылай ашамыз. Тігу жолы түсінікті болу үшін мен сіздерге осындай макетте тігіп көрсететін боламын. Қазір менің сызбам көріну үшін осындай қарындашпен сызып көрсем, сіз матаға арналған бормен сызасыз. Осындай бұрыш сызып аламыз. Және осы жерден 45 градусты белгілейміз. 45 градус дегеніміз мына бөліктің теңдей жартысы. Мінекей мынау 45 градуста. Енді осы 45 градуста біз 4 сантиметрлік ені болатын матаның бөлігін қиып алуымыз қажет болады. Қиып аламыз. Осындай матаның бөлігі пайда болады. Енді үтікістеріне барып теңдей екіге бүктейміз. Содан кейін әр бөлікті 1-1 сантиметр ішке қайырып бүктеп, ені 1 сантиметр болатын матаның бөлігін шығаруымыз керек болады. Мінекей. Сонда бізде осындай ұзын бау пайда болады. Енді басы мен соңын түзулейміз. Макетті алып келеміз. Мынау біздің қолтығымыз. Мына бүктеген жердің толықтай ашамыз. Төмен жақтан бастаймыз. 1 сантиметр бүктеп, бірінші бүктеген жерге түйреміз осылай. Сосын артығын қиып тастаймыз түбінен. Енді тігін машинасында тура осы бүктелген жермен айналдыра тігіп шығамыз. Мінекей біз киіміміздің оң жағына матамызды қостық. Енді мына припусктың барлығын осы ақ матаның ішіне кіргізіп, мына тігістен 1 мм ақ матаны асырып, оң жағынан, мінекей мына екі ортадан түйрейтін боламыз. Мінекей. Сыртынан тура мына ортада жату керек, ине түйреуіш, ал теріс жағынан мінекей 1-2 мм асып жатуы керек. Мінекей осылай. Айналдыра түйреп шығамыз. Мінекей осылай түйреп алғаннан кейін, оң жағынан мына екі ортадан айналдыра тігіп шығамыз. Мінекей екі ғана тігіс тігу арқылы қолтық ойынсын өте сапалы өңдеп шықтық. Сыртынан да қараңыз, өте сапалы, ішінен де ешқандай жіп мата шығып тұрған жоқ. Сіз осы әдісті пайдаланып, кез келген көйлек, жейде, кішкентай балалардың киімдерінің жан-жағын өңдей аласыз. Видео пайдалы болды деген үміттемін. Егер ұнап жатса, лайк басып, өз пікіріңізді қалдырыңыз. Егер сізде осындай ескі бұйымнан жаңа бұйымды шығаратын болсаңыз, соңғы рет не тіктіңіз, жаза кетіңіз, мен міндетті түрде оқимын. Сіздермен болған Гүлхан, келесі кездескенше.